Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен ең жұмсақ сүзбелі рогаликтердің рецептісімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті тағамдар: сүзбе, маргарин, қант, ванилин, ұн және қопсытқыш. Сүзбеге маргаринді салып араластырамыз. Онға қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Содан соң сүзбемізге қосып қамыр илейміз. Қамырымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан соң қамырымызды алып екіге бөлеміз. Оны сеуіп жаямыз. Енді осының үстіне қант пен ванилинді араластырып алып себеміз. Оқтаумен үстінен бір басып шығамыз. Осындай басы фигурный пышақпен кесеміз. Сонда әдемі шығады. Видеода көрсетілгендей етіп кесеміз де рогаликтерімізді ораймыз. Екінші қамырымызды дәл солай жасаймыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Ең жұмсақ сүзбелі рогаликтеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.